Сәлем достар, бүгін сіздермен қарапайым заттардан жасалатын печенье дайындаймыз. Жасалу тіптен оп-оңай. Ол үшін бізге керегі бір жұмыртқа, шекер, сұйық май, ұн және қопсытқыш қажет. Жұмыртқаны ыдысқа салып, үстіне шым-шым тұз қосамыз. Одан кейін шекерді қосып, вилканың көмегімен толықтай араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сұйық майды құйып, тағы да араластырып аламыз. Ұнды 2-3-ке бөліп, електен өткізіп саламыз. Сол кезде арасы біркелкі болып шығады. Ұнның үстіне жарты шай қасық қопсытқыш салуды ұмытпаңыз. Алғашында вилкамен араластырып, кейін масса қоюланғанда қолмен араластырған дұрыс. Нәтижесінде осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Қамырды тақтайдың бетіне қойып, колбаса тәріздес формаға келтіреміз. Одан кейін пышақпен печеньеге қажетті мөлшерде кесіп шығамыз. Содан кейін видеодағыдай етіп, екі алақанымыздың көмегімен печеньенің формасын оңай келтіруге болады. Әрі бұл тәсіл уақытыңызды да үнемдейді. Печеньеміз дәмді әрі әдемі көріну үшін кунжутпен және шекермен осылай жасап шығамыз. 190-200 градуста қызып тұрған пешке печеньені салып пісіріп аламыз. Шамамен 15 минуттан кейін печеньеміз дайын болды. Дәмі балаларға өте қатты ұнады, тіпті күйеуімнің өзі қайта-қайта сұрап жеді. Ең бастысы дүкендегі печеньелерден әлде қайда пайдалы. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.